бізде ауылда жаңағы бауырлар көп, жас бауырлар үйленбеген да. Олар жаңағы қаладан басқа облыстардан, енді ауылда қыз болмағаннан кейін енді дін ұстанып жүрген басқа облыстардан іздейді қыз. Бірақ олар жаңағы созақтан екенсіңдер, сендердің ауылдарында газ жоқ, мен ауылға тұрмысқа шықпайын деген сияқты бәрі отказ береді былайша. Мен Шымкентке көшіп келдім, газ апарыңдар да. Соған енді бауырлар айына бір 10 рет сондай кетіп тұрып газ апарыңдар да. Сондай жағдай болса, соған бір насихат болады ма, жоқ олардікі дұрыс па деген сияқты. Әйелдерге ма? Иә, насихат бар, алхамдулилля, ол насихат көп айтамыз. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Шығам деп айтады. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه дейді. Сендерге егер діні және мінезі разы қылатын адам болса, оған яғни қыздарды беріңдер дейді. Ол газ, свет деген не ол? Оны бақытты қыла ма? Газдың, светті шығарып тұрған адамдардың өздерінің қаншасы бақытсыз ғой, мысалы. Солай ма? Оны газдың ортасында болғанмен бақытсыз. Газбен бақытты ма адам? Солай ма жоқ па? Газ болуын сатып жүргендер қаншасы бар, оның бақытсыз бейшаралар. Солай ма жоқ па? Ол әйелдерге, әсіресе осы жас қыздарға айтылатын насихат, егер бір адам дінінде, мінезінде жақсылығы болған адам болатын болса, оны қайтармау керек. Себебі оны бақытты қылатын нәрсе оның амалы. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва салламға бір әйел мені 3 адам сұрап келді дейді. Абул Жахм сұрады дейді, Муауия сұрады дейді, және Усама сұрады дейді. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллам Усамаға күйеуге шықты. Өз негізі Усаманы ана әйел жақтырмай тұрады. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтқандығы үшін насихатын алып күйеуге тиеді. Сонда ана әйел айтады, мен Усамаға күйеуге шығып дейді, адамда қанша әйелдер менің орнымда болуды армандайтын еді дейді. Түсінікті ма? Қанша әйелдер менің орнымда болуды не қылатын дейді? Армандайтын еді дейді. Армандағаның себебі кім ол? Усама Наби саллаллаху алейхи ва салламның жақсы көрген бауырының баласы. Наби саллаллаху алейхи ва саллям еркелетіп өстірген бала. Небересі ретінде былайша айтқанда. Себебі Зайд Наби саллаллаху алейхи ва саллямға ұл болған ғой бұрында. Бірақ ол арам болғаннан кейін ол Зайд ибн Мухаммад болып қалмай Зайд ибн Хариса болды. Негізгі атасының атына қайтты. Бірақ Усаманы өте қатты жақсы көретін Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Небересі ретінде жақсы көретін. Сол үшін есекте бірге алып мінгізіп алып жүретін. Хажда да бірге алып жүрген өзімен мінгестіріп бағанағы есекке. Өте қатты жақсы көретін. Радияллаху ан. Каабаға да алып кірген өзімен бірге. Ол әйел бақытты болған сонымен. Сол үшін мысалы иманда, исламда, таухидта болған ер кісі табылса, соған күйеуге шықса жақсы. Алхамдулилlah. Ол соменен дүниенің де ақыреттің де бақытына жетеді беймілда. Амма осындай бір керемет үйді алып берді күйеуің, бірақ іші иманнан, исламнан, таухидтан, жақсылықтан бос. Не қыласын ол үйді? Ол қабірстан ғой ол. Солай ма жоқ па? Ол жерде аяттар айтылмаса, хадистер айтылмаса, солай ма жоқ па? Дін айтылмаса, намаз оқылмаса ол жерде. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сендер үйлеріңді қабірстан қылмаңдар, онда Бақара сүресін оқыңдар дейді. Қай үйде Бақара сүресі оқылса, оған шайтан кірмейді дейді. Үйлеріңді қабірстан қылмаңдар, онда намаз оқып тұрыңдар дейді. Бұл дәлелденді, қабірстанда намаз да оқылмайды, Құран да оқылмайды. Ол нәрселер үйлерде, мешіттерде орындалу керек болады. Солай ма? Осындай бір керемет қабірдің кімге керегі бар? Амма үйің бір кішкентай болсын, шайды самаварда қайнат. Сонша әжелеріміз не бір үлкен бақытпен өтті ғой, солай ма? Не болыпты оны? Сен ол әйел әрбір істеген, субханаллах. Енді бол бағанағы ауылда жасап тұрған әйелдерге бір жақсы нәрсе де ол.
Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Әйел кісі 5 уақыт намазын оқыса, бір жылда 1 ай оразасын тұтса, күйеуіне мойынсынса, айтқанын орындаса, ол жаннаттың есігінің қалағаннан кіреді дейді. Осы жерде күйеуіне қызмет қылып жатқан әйелдер әртүрлі ғой. Олардың алдында дәрежесі қияметте көбірек болады сөзсіз. Азанда тұрып, күйеуінің қызметінде болған әйел менен сағат 12-ге шейін ұйықтаған әйел бір түрлі ма? Жоқ, олай емес. Аллах айтады: "Ва ма раббука бизалламил лил абид". Аллах бенделеріне зұлымдық қылмайды. Наби саллаллаху алейхи ва саллям мешіттен шығып кетті. Үйден шығып кетті. Келсе, әйелдердің бірі әлі отыр екен, зікір қылып. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен шығып кеткеннен бері дейді, қазірге шейін, яғни Расул саллаллаху алейхи ва саллям қанша жұмыстарды бітіріп келді ана жерде. 4 сөзді 3 рет айттым дейді. Субханаллахи ва бихамди, адада халқихи ва риза нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи деген 4 калиманы 3 рет айттым дейді. Соның бәрі сол, яғни ол қазір мен айттым, сол сөз 1 минутта айтып қоясың сол сөзді. Ана әйел қанша уақыт отырған. Соның барлығын жауып тастады дейді анамдар. Одан көре әйел кісі тұрып 3 рет сол 4 калиманы айтып, мынаяғына баласына қарайды, әйеліне қарайды, әшесіне қарайды, апасына қарайды, көкесіне қарайды, әйтеуір сол қанша жұмыс киімі бар, тігісі бар, жуысы бар. Солардың әрбірі нүкте жақсылық жазылып жатыр. Дұрыс ниет қылса. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой, әйелің аузына тамақ салсаң, оған әжір болады. Ол салып атқан жоқ, пісіріп беріп жатыр ол. Тағы неде пісіріп жатыр? Отта пісіріп жатыр, газда емес. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады Айшаға айтады: "Ажруки ала қадри насабики" дейді. Сенің ажырың, сауабың қиналғаныңа жараса болады дейді. Біз айтпаймыз енді газ болса да от жақ деп. Олай ма жоқ па? Тағы біреулер от жағып жүрмесін? Ана кісі сөйтіп айтты деп. Оған қызықтырып жатқан жоқпыз. Бірақ сенің жағдайың сол болып тұр ма? Біл, сенің сауабың осындай істерді істемей жатқан адамдардан көре сауабы көбірек. Біреулер айтады: "Сабақты қашан қыламыз сонда" дейді. Сабақты қылатын уақытты тапса болады. Бірақ сен Аллахтан сол уақытыңа береке беруін сұрашы. Солай ма жоқ па? Аллах субханаху ва таала сен оқымаған сабақты, білмеген нәрсені балаңа үйретуі мүмкін. Балаңнан сенің ниетің себепті қанша бір керемет, сол Қазақстан еліне нүр тарататын үлкен бір ғалым шығарса қалай? Солай ма жоқ па? Сенің ниетің менен, істеген амалың менен. Имам Маликтің анасы ғалым болмаған, о кісі де жіп істеген, от жаққан. Солай ма жоқ па? Балдардың киімін жуған. Имам Маликті сөйтіп тәрбиелеген. Өзі ғалым болмаған, бірақ Маликті туып өндіріп өстіріп қойды ғой. Имам Бухари кім ол Бухари? Бухари Ашим Бухари болып қойған жоқ ол кісі. Анасы істеді оны бәрін. Шафииді де анасы істеді. Сол үшін ардайым айтамыз бұл нәрсені, яғни қоғамда осы ауру бар. Бауырлар өзіне бала туылғанды жақсы көреді, ұл бала туылғанды жақсы көреді. Тура ол ұл бала оны жаннатқа алып кіреді оны. Ол Аллаху алам, солардың көбі жаннатты ойлай ма, ойламай білмеймін ғой. Ол бар екен деген мақтанып жүруге тудыратын сияқты солар бар ғой олда. Сені жаннатқа кіруге себеп болатын нәрсені ойлау керек. Сен білмейсің, қызың жағынан боласың ба жақсылықта, балаң жағынан боласың ба, ұл балаң жағынан боласың ба. Аллаху алам. Сен берілген нәрседен бейдініллах дұрыс істетсең, сол жақтан бейдініллах бақытты боласың. Солай ма жоқ па? Осылай айымалар, яғни сен сонда Фатимадан абзалсың ба? Кім о Фатима? Адамдардың ішіндегі ең сайидінің қызы, солай ма жоқ? Айша Алидің кедейлігі соншалық дәрежеде ештеңкесі жоқ о кісінің радиаллаху анху. Үмбеттің 4-ші адамы, ештеңкесі жоқ. Күйеуге шығайын деп тұрған, күйеуге берейін деп отқанда, Наби саллаллаху алейхи ва саллям Алиға айтады: "Махрың қайда сенің?" Беретін махр қайда? Сөйтсем менде ештеңе жоқ дейді.
Сөйтсе, ана қылышың ба, сауытың бар еді ғой дейді, ана өткенде алған. Өзіне сұрап атқан жоқ. Біреуде бізде, әсіресе ана оңтүстік жақта аталар өзіне алады. Некеден бұрын қызға не берілсе, біліп алыңдар бұл нәрсені. Қыздар, әйелдер жамағаты дейік, көп білмейді солар. Сендер білмегеннен пайдаланып жүресіңдер көбінесе. Дұрыс па жоқ па? Некеден бұрын қызды мақсаттап берілген мүліктің барлығы қызға болу керек негізінде. Әкесіне берсе де, шешесіне берсе де, ағасына берсе де, өзіне берсе де, қызды алу мақсатта. Сен нені мақсаттаватсың? Қызды мақсаттаватсың негізінде. Ана подход қылватсың аналарға, былайша айтқанда. Жағымпаздық қылватсың ана, берсін деп ана. Қыз мақсатта беріп жатқан нәрсенің барлығы негізі кімнің мүлкі ол? Қыздікі ол. Наби саллаллаху алейхи солай хабар берген. Неке біткеннен кейін кімге берсең, оны көбінесе бермейді ешкім оған. Некеден кейін кімге берілсе, өзінікі болады онда. Себебі неке, алхамдулилля, алып алдың, енді бер. Берсең егер, беретін болсаң біреуге, онда өзінікі болады. Одан бұрын бәрі кімге қайту керек? Қызға қайту керек. Наби саллаллаху алейхи мына жерде өзіне сұрап атқан жоқ, қызына сұрап атқан. Сонымен береді. Наби саллаллаху алейхи вассалам уақытында Фатима радиаллаху анха қиналып, бағанағы бидайды елейді ма? Сондайды істетіп, басқа қылып, қолдары жаман болып кетеді бағанағы. Соменен Алиға шикаят қылады. Сөйтсе, әкеңе бар дейді, қолдар болса берсін дейді саған. Қызметші дейді. Сомен үйіне барса, радиаллаху анха, Наби саллаллаху алейхи кейбір сахабалармен отырған болар. Сомен кірмей қайтып келеді. Кейін Расул саллаллаху алейхи шыққаннан кейін Фатиманың келіп кеткенін білетті, үйіне зиярат етіп келеді. Сомен Али мен Фатиманың ортасына отырады. Не болды келіпсің дейді. Осылай болған еді дейді, әкесіне айтады. Сөйтсе айтады, Наби саллаллаху алейхи айтады, мен одан жақсысын үйретейін бе сені саған дейді. Қара. Сен жатудан бұрын Субханаллах 33 рет айт. Алхамдулилlah 33 рет айт. Аллаху акбар деп 33 рет айтсаң, 34 рет айтсаң, сол жақсы саған дейді. Қара. Сол құлдан жақсы дейді. Көресің ба? Бүткіл сол амалдарды істей бер деп жатыр. Жатудан бұрын осыны істеп қойсаң, жетеді саған деп жатыр. Бұл кім? Бүткіл әлемдегі адамдардың сәйидінің қызы. Менің, сенің, пәлен түгеншінің қызы емес бұл. Адамдардың сәйидінің қызы. Радиаллаху анха. Наби саллаллаху алейхи ең жақсы көрген балдарының бірі. Тіпті жүрісі де Наби саллаллаху алейхи ұқсайтын болған. Радиаллаху анха. Келген уақытта маңдайынан сүйіп, өзінің отырған жеріне құрметтеп отырғызатын. Қайда әкелер сөйтіп қызын құрметтейтін әкелер қайда? Одан кейінгі, Наби саллаллаху алейхи кейінгі ең сәйид адам бар. Кім ол? Абу Бакрдың қызы. Жаннат хабар берген Зубайрдың әйелі ол. Асма бинт Аби Бакр. Ол кісі Зубайрдың қолы сияқты болған. Яғни ол дегені құл қылыңдар, қатындар деп атқан жоқпыз, Алла сақтасын. Бірақ соншалық дәрежеде күйеуіне қызмет қылатын болған. Тіпті жылқысының шөбін жинап беретін болған. Түсінікті ме жоқ па? Ол дегені Зубайр жатыр деген емес ана жерде. Түсінікті ме? Біреулер бар, жатады, өгіз сияқты үйде, аяғын аспаннан қылып. Әйел ана жерде жұмыс істеп жүреді, базарда жүреді. Солай ма жоқ па? Қытайға жібереді әйелін. Солай ма жоқ па? Неге? Әйелдерге ешкім үндемейді екен де соған. Мынау ақымақ отырады ана жерде. Негізінде анау қатын, мынау еркек. Екеуі де ләнеттенген сонменен. Анау еркек деп мақтап атқан жоқпыз оны. Ол да ләнеттенген, мынау да ләнеттенген. Себебі мынау еркек ұқсап жатыр, анау әйелге ұқсап жатыр. Осылай қызметті орындаған. О кісі кім? Әкесі Абу Бакр. Әлемдегі пайғамбарлардан кейінгі ең сәйидінің қызы. Солай ма жоқ па? Күйеуі Зубайр. Наби саллаллаху алейхи айтады, әрбір пайғамбардың хауарийі бар, Зубайр менің хауариім дейді. Ең жақын достарының бірі демекші. Яғни бағанағы Саур тауында тұрған уақытта Наби саллаллаху алейхи айтады, ей Саур, қимылдайды сол жерде. Сонда сенің үстінде
пайғамбар және сиддиқ және шухадалар тұр дейді. Шухада сол жерде Зубайр болады. Абу Бакр фил жанна, Умар фил жанна дегенде Зубайр фил жанна дейді написан. Зубайр жаннатта дейді. Сол кісінің қызы. Бірақ олар сол кісінің әйелі, я дұрыс. Егер осы тақырыпқа өзіміздің жағдайымызды егер салыстыратын болсақ, сол әйелдер дүниедегі ең бақытты әйелдер болды ғой. Жұмыстан ешқашан адам өлмеген. Бәлкім жұмыс істеген денсаулығы дұрыс адамдар. Сол үшін бұрынғы аталарымыз жұмыс істеп жүріп, докторға бармай өтіп кеткендер толып жатыр ондай тарихта. Солай ма жоқ па? Тарих емес па? Енді кеше күнімізден көреміз оны. Солай ма жоқ па? Қазіргі жұмыс істемейтін жастардың бәрі ауру. Солай ма жоқ па? Барлығы ауру. Біреу белі ауру, біреу бас ауру, біреу почкасы кеткен, біреу бауыры кеткен, біреу анағы кеткен. Не? Жұмыс істемей жасайтын әйелдер, еркектер болар. Еркеленіп жүрген, денсаулығын қарап, бақылап жүрген адамдар ауру жатыр. Ашин бір денсаулығы мықты болып жүрген адамдарды көрсең, жұмыс істеп жүр, ештеңе болған жоқ. Сол үшін ол жұмыстан қашып, газ бен светте отырамын деп, өзін бақытын газ бен светке сатып атқан әйелдер болса, өйтіп ақмақтық қылмасын олар. Сол газы жоқ, светі жоқ бауырларға күйеуге шыға берсін. Себебі ол газ бен су. Сонымен және бір айтамын, газ апарыңдар сол жерге. Шымкентке келіңдер. Алхамдулилля, ол жерден газ алып барса болады шығар иншалла. Ақша жинап, әкімге шағымданыңдар иншалла. Тағы әкімдер айтып жүрмесін, ол не істеп жатыр. Әйтеуір ол газды, светті, свет бар шығар, е? Алхамдулилла. Демек свет артықша айтып қойыппыз онда. Газ ғана екен, су жоқ, е? Су бар ма? Алхамдулилла. Бәрі жақсы екен онда. Тұрған газ не ол? Ол тем более ол зиян ғой газ, е? Онда зияндығы бар. Осылай.